Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Қазақстандық қыз Украинада бронежилет өндірісін ашып, кәсібін дөңгелетуде. Ендеше қазақ баласының YouTube арнасына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мадина есімді 27 жастағы қазақ аруы Украина мен Ресей арасындағы соғыс басталған тұста Берлиндегі жұмысын тастап, Украинада еріктілерге, фельдшерлер мен журналистерге арналған киім шығаратын оқ өткізбейтін Украина компаниясының негізін қалады деп хабарлайды The Village сайты. Ол коммерция білім алып, бір жылдан кейін Австрияда оқып, содан соң Германияға көшкен. Оны Германияда венчурлық сәулетші ретінде жұмыс істеп жүрген кезінде Украина қатты қызықтырған екен. 2014 жылы Украинаның шығысында соғыс басталды. Осыған қатысты менің ата-анам ол жаққа баруға тыйым салған болатын. Алайда мені биліктің ауысуы, майдан шебі қатты қызықтырды. 2015 жылы мен Австрияда оқып жүргенімде сыныптастарым қысқы демалысқа Батыс Еуропаға кеткен еді. Мен ата-анама Польшаға баратынымды айттым. Алайда менде Киевке бару туралы ой болды. Содан жаңа жылды қарсы алу үшін Киевке бардым. Сол сапардан керемет әсер алып, осы жерде өзімді жақсы сезінетінімді түсіндім, деді қазақстандық қыз. Мадина Каттердің айтуынша, 24 ақпанда оның бүкіл өмірі өзгерген. Ол соғыс басталған кезде еріктілікпен айналысу үшін жұмысын тастап кетуге мәжбүр болған. Мен өзіме ден қойып жасайтын тұрақты істі тапқым келді. Содан оқ өтпейтін жилет өндіруді жөн санадым. Біріншіден, бұл сала гуманитарлық көмек жинаудан қарағанда күрделірек және саламен айналысатын адамдар аз болды. Дегенмен сұраныс өте көп. Қажетті қорғаныс түрі бар кеудешелердің бағасы жоғары болды. Тіпті соған қарамастан бірден сатылып кетті. Әрине, оларды Украинаға жеткізу өте қиын. Бірақ барлығын ескеріп, кеудешелерді осы Украинада өндіруді қолға алдым, деді кәсіпкер қыз. Мадина соғыс басталғаннан кейін 2 аптадан соң кеудешелер жасап, оны сынауға кірісіп кеткенін атап өтті. Сонымен қатар, бұл кәсіп Instagram желісінде қаражат жинау арқылы еріктілердің арқасында ашылған. Аталған оқ өткізбейтін кеудешелер украиндық стандарт бойынша DS2 4-ші қорғаныс класының сертификатын алған екен. Баршаңызға рахмет. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, өз ойыңызбен комментарий бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ассалаумағалейкум.